Бұйыл республика күніне 35 жыл, 1990 жылдың 25 қазанында еліміздің тарихындағы құны бар құжат Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының егемендігі туралы декларация қабылданды. Бұл бұйрық Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуының алғашқы қадамы, тәуелсіздікке апарар жолдың бастауы болды. Республика күні тек тарихи дата ғана емес, елдің бірлігі мен болашағына деген сенімнің символы. Әр қазақстандық үшін мақтаныш мерекесі. Бүгінде еліміз дамудың жаңа кезеңіне қадам басуда. Халық бар жерде болашақ бар. Олар үшін республика күні нені білдіреді? Бұл күннің мәні қандай? Ақмолалықтардан сұрастырып білейік. Бүгінгі Қазақстанды үш сөзбен сипаттасаңыз? Қазақстан егемен, шекарасы бекіген, балалары көк аспанның астында тек қана бақытты өмір сүріп жатқан сондай керемет елдердің бірі деп мен өзім есептеймін. Осылай еліміз әрқашан тек қана биік белестерден көрініп, басқа елдермен терезесі тең болып, балаларымыз аман есен осындай бейбіт, жақсы, дәулетті жерде өмір сүре берсін. Республика күні 25 қазан әрине ол тарихи мереке. Ұлттық мерекелер тізіміне енгізілген. Республика күні мен үшін ол жаңа бірлік пен тәуелсіздік нышаны деп есептеймін. Және де әр азаматтың туған еліне, жеріне деген махаббаттың дәлелі. Әрине ұлттық патриоттық сезімді оятады.